Иса мен шәкірттері бұл жерден аттанып Бетсайданың маңындағы оңаша бір жерге кетті. Бірақ халық оны біліп шұбырып соңынан ерді. Күн батуға таянған шақта Шимон Петр былай деді. Ұстаз, мына халықты таратып жібер. Күн батпай ерте шарықта маңайдағы қыстақтарға барып өздеріне жатар орын мен тамақ тауып алсын. Құлазыған далада тұрмыз ғой. Сендер қайта тамақты оларға беріңдер. Бар болғаны 5 күлше мен 2 ақ балық. Ол кімге жетеді? Жердің нәрі осынанды бізге бұйыртып отырған әлемнің әміршісі, құдіреті күшті Құдай. Саған 1000 алғысымызды айтамыз. Нағыз керемет қой.